Сәлем достар, бүгін сіздермен бауырдан жасалатын өте дәмді котлеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге бауыр, 2 жуа, 2 жұмыртқа, 170 грамм сүт және 5 ас қасық ұн, тұз, бұрыш керек. Ең алдымен бауырымды жуып тазалап блендерден өткізіп аламын. Одан кейін жуамды да осылай блендерден өткізіп, екеуін араластырамын да үстіне жұмыртқа, тұз, бұрыш, дәміне қарай салып отырамын. Одан кейін 170 грамм сүтімді алып, үстіне құйып, жайлап араластыра отырып, ұнымды да салып, барлығын араластырам. Қоюлау, кішкене сметанный масса болып шыққанша барлығын араластырам. Осындай масса шыққанша барлығын біркелкі араластырып аламын да, табамды қыздырып қойып, азғантай сұйық май құямын да, пісіре берем, екі жағын бір-бірлеп қызартып, бәрін әдемілеп. Және 2 жұмыртқа салған соң бұл құрамы өте шашырап кетпейді, білініп кетпейді, сынып кетпейді, өте дәмді, тез піседі, керемет. Үй жағдайында осылай свежий бауырдан өте дәмді қылып жасап беруге болады. Балдар өте жақсы жейді, қандары көбейеді. Ас болсын.